Жолдасбекқызының шығармаларына жастарды тәрбиелеудегі маңызы. Қаламгерлік ол ұлы қасиет. Бірақ ол біреуге ерте келсе, біреуге кеш келетіні де белгілі. Жаратқанның адамдарға берген осы қасиетін адамдар жалғастырып дамыту әр адамның ең басты мақсаттарының бірі. Бүгінгі ғылыми жобада Торғын Жолдасбекқызының өз мақсатына қалай жеткені туралы айтамыз. Жас жазушы Торғын Жолдасбекқызы шығармаларда жастарды тәрбиелеудегі маңызы. Ғылыми жобаның мақсаты жасында жарқ еткен ғұмыр немесе мәңгілік есім. Жазушының қаламгерлік ерекшелігі мен өзіндік бояуы, адамдыққа жетелейтін әңгімелері. Толғамды туынды және өнегелі жол. Торғынның ертегі әлемі немесе кеш қалма романы жайында кеш қалма романының тәрбиелік мәні жайлы айтатын боламыз. Торғын Жолдасбекқызы 1975 жылы 17 маусым сәуірде Алматы қаласы Іле ауданы Ақши ауылында дүниеге келген. Ол Алматыдағы Әл-Фараби қазақ ұлттық университетін тәмамдаған. Оның осы Араша Пана және кеш қалма атты романы шығармалары повестері бар. Осы зерттеу жұмысының мақсат міндеттері. Жазушының қаламгерлік ерекшелігі мен өзіндік бояуын анықтау, адамдыққа жетелейтін әңгімелеріне талдау жасау. Торғынның ертегі әлемі мен кеш қалма романы жайында шолу, кеш қалма романының тәрбиелік мәнін түсіндіру. Осы Торғын Жолдасбекқызы кеш болса кештен еш жақсы демекші өзінің шығармашылық жолын 29 жасында бастаған. Ол осы ұрпақтан келетін де жазылмас дертке ұшырап, содан күнде бір ұзақ ойға шомылып, стресс, депрессияға түсе бастайды. Бірақ күндердің күнінде оның түсіне бір әйел адамның жаз деген дауысы келе бастайды. Солай ол өзінің шығармалық жолын алғаш бастаған еді. Оның шығармалар туралы басқа ақындардың өзінің ойларын айта кеткен. Олар осы шығарма қысқа шам болып шығарманың қысқа бірақ әлі шамды болса да, оның өмірлік бір берер мақсаты және жүректе үлкен орын алатыны айтылған. Және кейбір ақындар осы оның шығармаларын тастан жарып шыққан гүл себебіне теңейді. Себебі ол осы бір-екі беттік шығармаларында үлкен жастарға деген өнеге, оқушыларға деген сан бір үлгі береді. Торғын Жолдасбекқызының шығармаларының басты ерекшелігі оның қысқаша әрі нақты болуына байланысты. Ол осы қаламгер шығарманың басты идеясы өмірді тануға, өзіндік білімге тәрбиелеуге, бардың қадірін ұғуға, ізгілік пен жақсылық жолын тайдырмауға бағытталған деп айта аламыз. Осы адамның жетелейтін әңгімелер. Оның ең алғашқы шығармаларының бірі адамның ұшуы неге қиын деген әңгімесінде қиялға, фантастикаға болса да астарында терең пәлсапа жатқаны көкірек көзімен ұғуға болады. Бұл шығармада ең басты екі анасы мен қызы ең басты кейіпкер. Олардың басқалардан қарағанда үлкен бір ерекшелігі болады, қасиеті болады. Олар ұшалады, бірақтан олар ұшқан кезде басқа адамдар оны көреалмаушылықпен танытып, үнемі жек көрінішпен қарайтын. Күндердің бір күнінде оның қызы ұшқан кезде еркіндікті сезіп, кешкі салқынмен ұша бастайды. Бірақтан оны көрген ауыл тұрғындары оған тас лақтырып былағат сөздер айта бастайды. Және де олардың жек көрініштікпен қарайтынын ашық түрде айтады. Оны естіген қызы бірден жерге түсіп, анасымен бірге ауылынан қашып тау баурайына барады. Олар сонда өздерін еркін сезінгенімен бәрібір туған жеріне деген ыстық махаббаты жібермей қайтадан оралуды көздейді. Бірақ егер де олар қайтадан оралса, бұл қасиетін ешқашан аша алмайтынын біліп, бір-біріне ендігі ұшпау туралы серт беріп, қайтадан ауылына оралады. Сонда олар өзінің бұрынғы тұрмыс тіршілігін жалғастырып, бақытты ғұмыр кешеді. Бұл кішкентай шығармада осы әр адамның өзінің бір талант қасиеті бар. Бірақтан басқа адамдардың жек көрінішілігінің кесірінен ол қасиеттер ешқашан ашылмайтыны туралы айтылған. Және де сонымен қатар қызы мен анасының туған жерге деген ыстық ықыласы, бәрібір де өзінің туып өскен жерінен қаша алмайтын ыстық ықыласын болатыны айтылған. Келесі шығарма қастандық деп аталады. Бұл әңгімеде қысқа нұсқа болса да, айтар идеясы тым терең. Мұнда соғыс кезіндегі қиын заманды анық көрсеткен. Ол шығармада басты кейіпкер 15 жасар бала еді. Ол осы соғыстың өзінің 15 жасына қарамастан оны соғысқа қинап күшпен әкететінін біледі. Сондықтан да одан қашу үшін Алматыдағы жақын алыс туысына барады. Бірақ ол алыс туысы жақтырмай, оған 3 күн бойы тамақ бермей, жас бала қайтадан туған жеріне қайтуды көздейді. Бірақ туған жеріне қайтса, әкесі қайтыс болғанын біліп, қатты мұңаяды. Солай өзінің жақын досы, бірақ ешқандай көмегі тимеген Қали деген байдың бір үйіне барып сонда паналайды. Ол оған күнде ас беріп тамақ береді.
Бірақ та осы Алматыдан қайтқан кезде бір арбашыны көреді және ол арбашыға бүкіл өзіндегі болған оқиғаларды айтады. Сонда ол ең басты өмірге бір мақсат қойсаң, сонда ғана өмір сүруді жалғастыруға болады деп айтады. Солай ол сол сөзі жүрегіне қатты ойланып, сол алдына бір мақсат қоюды жөн дейді. Сонда Қали деген бай осы өзінің балаларын соғысқа кетпеу үшін оны сатқындық жасап сол баланы әскердің қасына қосып жібереді. Бұны 15 жасар бала бұл қастандықты білгендіктен оған керісінше, егер мен қайтадан туған жерім, менің мақсатым туған жеріме қайтадан аман есен оралу деп айтады. Осы мақсатыма жетіп, сенің оның 7 баласы болады, сол балаларыңды көптеген өзінің мақсаттарына апарамын деп ант береді. Оның қаншалықты қастандық жасағанына қарамастан, ол қастандығына жақсылықпен жауап береді. Ол солай осы мақсатты орындау үшін соғыстан аман есен шығуға барынша күш салып, еліне қайта оралып сол мақсатын орындайды. Бұл шығарманың басты мақсаты адамдардың алдыға мақсат қою, ең басты армандарына жету түптің түбінде орындалатынын айтады. Және де осы барлық адамдардың қастандыққа жақсылықпен жауап беру, ол адамның ең ізгі мінезі жақсы қасиет екенін айтады. Келесі шығарма сыйланбаған гүл шоғы. Бұл шығармада Торғын Жолдасбекқызының Кеш қалма романы осы көптің жүрегінен орын алған, оқушылардың ыстық ықыласына бөленген атақты бір шығармалардың бірі. Кеш қалма романындағы басты кейіпкер Қаһар. Ол осы әйел адам болғанымен, оның ата-анасы үнемі оны кішкентай кезінен ұл балаша киіндіріп, оны соғысқа дайындай бастайды. Бірақ әйелдің қаншалықты нәзік болса да, жүрегінің мықтылығы мен қайсарлығы жалыны соншалықты көп екенін дәлелдейді. Ол осы Қаһар сол уақыттағы Сұлтан Сымбатты Асылханшамен дос болып, оны үнемі қорғау оның міндеті деп санайды. Бірақ олар үнемі бірге, оның достық, бұл шығармада олардың қаншалықты достық сезімі және де бір-бірін сатпау туралы айтылған. Бұнда Қаһардың осы Хазар ханзада мен ханзадасы арасындағы махаббаты туралы айтылған. Бірақ Хазар ханзаданың Арланы деген досы болады. Ол осы Қаһарға үнемі көмектесіп, екеуінің арасында жақсы бір сезім пайда болады. Солай Хазар осы досының алдын басу үшін екеуін Арлан мен Қаһарды бірге қосып, бірге болуына көмектеседі. Күндердің күнінде осы бес ханзада Асылханшаға ғашық болып, сұлуына ғашық болып, оны тоқал қылып алмақшы болады. Бірақ оны көрген бірінші әйелі Ария. Ол осы өзінің жек көрінішті қызғанышпен, осы көре алмаушылығын кесірінен осы Асылханшайымға у беріп, оны өлтіре бастайды. Бірақ шығарманың соңында қарай Ая ханша оны бұл дертті көтере алмай өз етіне қол жұмсайды. Оның артында қалған екі жас кішкентай екі баласы болған еді. Бірақтан өмірдің жазып қойған бір мақсат, өмір өзінің бір болумен кетпейді. Сан түрлі қисын өтпелі кезеңдері болады. Солайша шығарма соңында Қаһар өзі жауларына деген жек көрініштік сезіммен қайтадан кек алуды көздейді. Және де оның өзінің жан досы Асылханшаның өлімін көтере алмай жүреді, ұзақ уақыт көтере алмай жүреді. Солай ол Арлан екеуі бірге үйленіп, ол сарайдан қашып, екі баланы асырап алады. Бірақ Қаһардың ішінде бәрібір өшпенділік, кек алу мақсаты болып, қайтадан жалғыз өзі сол жаулардың арасында тап болады. Оны көрген Арлан өзінің әйелін құтқару үшін ол да сонымен бірге аттанып, сол жерде ауыр жарақат алып қайтыс болады. Солай шығарманың соңында Қаһардың осы негізгі аты Шуақ еді. Бірақтан ол өмірдің сынағы бойынша өзінің аты Қаһар қылып өзгерген болатын. Бұл шығарманың ең басты мақсаты берер ойы осы әйел адамның қаншалықты мықты қайсар екенін айтылған. Осы ғылыми жобаның соңындағы қорытынды. Біріншіден, жазушының қаламгерлік ерекшелігі мен өзіндік бояуын анық айтады. Ол осы басқа жазушылардан қарағанда ерекшеленіп, осы нақты қысқаша шығармаларды көптеп жазған болатын. Екіншіден, адамдарға жетелейтін әңгімелерді талдау жасай отырып, оның қай уақытта болса да мәні мен маңызын жоғалтпайтынын түсінеді. Тіпті қазір және бұрынғы тарихи шығармалардың арасында бәрібір берер мәні бір екенін айтқан. Үшіншіден, Торғынның ертегі әлемі мен Кеш қалма романына шолу жасап, осы романның сюжеті мен кейіпкерлеріне өзіндік талдау жасады. Бұл кейіпкерлер әр кейіпкердің өзіне тән бір қасиеті, белгілері бар. Және де олардың барлығы адамның есінде қаларлықтай. Төртіншіден, Кеш қалма романының тәрбиелік мәнін түсіндіре отырып, жазушының оқырманына айтқысы келген дүниесін ұғындық және соны барынша жеткізе білді. Менің ғылыми жобамның тақырыбы география және кино, көркем өмірдегі кеңістік пен табиғаттың өзара байланысы.
Менің жобамның мақсаты киноның тілі өте ұғымды болғандықтан, оның мәдениетін, тарихын, ұлттық ерекшелігін әлемге таныту барысында бірінші орында бізге географиялық орны жақсы рөл атқарады. Мына жерге назар салсаңыздар, мұнда менде QR код тұр. Бұл QR кодтың ішіне мен өзімнің жобамның барлық мәліметтерін жинап, осы QR кодтың ішіне жинақтадым. Бұл сайттың аты GeoKino деп аталады. Дайындалайын. Тақырыптың өзектілігі. География ғылымы кеңістікті, қоршаған ортаны тануға, табиғи ресурстарды, байлықтарды тиімді пайдалануға бағытталған ғылым. Жер бетін табиғи орта мен адамзат қауымының шаруашылық іс-әрекетін, олардың өзара байланысын зерттейтін ғылым. География біздің табиғатымызды сақтауға, қорғауға ұсыныстарын береді. Бұл біздің оқушыларды өз туған жеріне деген еліне, табиғатына сүйіспеншілік пен жауапкершілік сезімін оятады. Сонымен қатар география мен кинода біреуі біздің жер бетімізді, табиғатқа. Сонымен қатар география мен кинода біріншісі табиғат. Менің ғылыми жобамды тереңірек ашу үшін жастар мен студенттер арасында сауалнама Telegram жүйесі арқылы жүргіздім. Бұның тақырыбы Қазақстанның керемет табиғи жерлері деген тақырыпта еді. Мен оларға осы орындардың ішінен сіз үшін ең әдемісі қандай, бұл жерлерді қайдан білдіңіз, бұл сұрақтарда теледидар, интернет, мектеп, болмаса өзім барып көрдім деген жауаптарға тұрды. Нәтижесіне қарасаңыздар, 80% иә, ал 20% жоқ деп жауап берген болады. Бұның өзі бізге жастардың өзі географиялық тұрғыда біздің еліміздің көптеген жерлеріне, тарихи жерлерге қызығады деген қорытынды шығып тұр. Ғылыми жобамды қорытындылай келе, менің екі ұсынысым бар еді. Біріншісі бейне байқау ұйымдастыру. Бұл бейне байқауда әр қатысушы өзінің сценарийларын алып келіп, сол сценарийлардың арасынан іріктеп ең құндылығы жоғары деген сценарийларды алып, Қазақстаннан керемет деңгейі жоғары киноларды шығаратын едік. Екіншісі Бауыржан Момышұлының кітаптары жайында. Егер де негіздеп қарасақ, Израиль, ақш деген мемлекеттерде Бауыржан Момышұлының кітаптарын оқуды міндетті етіп жоба қылып ашып қойған. Неге біздің Қазақстанда ондай жоба жоқ? Менің ұсынысым Қазақстанда да сондай бір жобаны ашып, әр мектепте Бауыржан Момышұлының кітабын оқуды міндетті ету. Өйткені біз Бауыржан Момышұлының кітаптарынан патриотизмге, ұлттық рухқа тәрбиеленеміз. Сондықтан да және Бауыржан Момышұлының кітаптарында бірінші орында географиялық жерлер өте айқын берілген. Ғылыми жобаның тақырыбы Қазақстандағы жайылымдар мен мал шаруашылығын тұрақты дамыту. Ғылыми жобаның мақсаты Қазақстандағы жайылымдардың ресурстарын, оларға талдау жүргізу және мал шаруашылығын тұрақты дамыту, оларға ұсыныстар әзірлеу. Географиялық тұрғыда қарастырғанда Қазақстандағы жайылымдар біркелкі таралмаған. Себебі картаға зер салып қарасаңыздар, бұл жерде шөлейт, жартылай шөлейт және дала зонасы болып белгіленген. 2005 жылы оңтүстік жерлерде шөлейт зонасы анық көрсетілген. Ал 2010 жылы бізде орталық Қазақстанға дейін шөл зонасы барған. 2025 жылы солтүстікке дейін шөлейт зонасы процесі көтерілген. Себебі бұл жерде мал шаруашылығын дамытуда, әсіресе Қазақстан сияқты аймақтарда, далалық аймақтары бар елдерде маңызды рөл атқарады. Жайылымдық жерлер мал шаруашылығын арттырып қана қоймай, қоршаған ортаны сақтайды және жердің тозуын болдырмайды және бізде ауылдық жерлерде тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. Жайылымдық жерлерді дұрыс пайдалану принциптері, жайылымдық жерлерді жобамен пайдалану және жайылымдық жерлерді жобамен басқару, оларды түрлі учаскелерге бөлу, ауыспалы нолдар мен өсімдіктердің қайта өзіне келуіне өте мүмкіндік көп. Қазақстан жайылымдық жерлер көлемінен 180 миллион гектар жерді құрайды. Алайда бұл жерлердің кейбір едәуір бөлігі ұтымсыз пайдалануда. Себебі олар кейбір бөлігіне жүктер тасымалдануда, кейбіреулері инфрақұрылым нәтижесін болмағандықтан мүлде игерілмеген. Кейбір аймақтарға қарасақ, регистрация бөлігі нәтижесі анық байқалады. Себебі бұл жерде су ресурсын дұрыс қалыптаспағандықтан және сау мен арамшөп өсімдіктерін өте артық өсіп кетуі өте аз. Жер ресурсы ретіндегі маңызы Қазақстанның мал шаруашылығын дәстүрлі мен қазіргі жағдайы жайылымдардың жерлерді қалпына келтіруде деген жүйелерді қолдану. Мына жерде жастар мен студенттер арасында сауалнама жүргіздім. Жас ұрпақтың көзқарасы сауалнама жайылымдық жерлер қалқа пайдаланма деген тақырыпта сауалнама жүргіздім. Себебі жастардың қызығушылығын неге және оларды сақтау бойынша пікірлерін түсінуге мүмкіндік береді.
Мен бұл жерде сіз қай жерде тұрасыз, қалада, ауылда, шағын қала маңы, сіздің өнеріңіз қай жайылымдық жерлер ма, жоқ, я білмеймін, жайылымдық жерлерді халыққа пайдалану пайдасы бар ма, әлде қалай деп ойлайсыз? Мал шаруашылығының дамуы, табиғи азық пен мал бағу мүмкіндігі, экологияны сақтау. Бұл жерде жарты оқушылар иә деп жауап берген 60%, ал жоқ деп жауап берген 40%. Жастардың басым көпшілігі хабардар екен. Ғылыми жобаның қорытындылай келе Қазақстан жайылымдық жерлерді қауіпсіздігін қамтамасыз етуде және ауылдық дәстүрлі аграрлық сектордағы ғылыми жобаны дамытуда маңызды рөл атқарады. Дегенмен жайылымдық жерлер бүгінгі күнге дейін тұрғындармен кездесуде. Бұл ғылыми жобаның тақырыбы математика және спорт. Зерттеу тақырыбының өзектілігі, математика ғылымының спорттағы маңызын зерттей отырып, түрлі спорттық ойындардағы математиканың рөлін ашып көрсету арқылы сыныптастарында математика пәніне деген қызығушылықтарын арттыру. Зерттеу нысаны математика және спорт. Зерттеу жұмысының мақсаты математика ғылымының спорттық байланысын ашып көрсету. Қойылған мақсатқа жету үшін талап етілетін міндеттер. Спорттық ойындардағы математиканың рөлін зерттеу, математикалық есептеулердің спорттың әр саласында қолданылуын талдау. Жылдамдықтың спорттағы рөлін анықтау, спорттағы алгоритм мәнін түсіндіру. Және де математика негізінен екі түрге бөлінеді. Бірінші, математика, оның зерттеу тақырыбы математиктердің еркін шығармашылық процесінде жасанды құрылыстары. Екіншісі, нақты математикалық құрылымдарды зерттейді. Оларды ашқан математиктерге тәуелсіз. Бұл қолданбалы математика деп те аталады. Мысалы, технологиядағы математика, экологиядағы математика, архитектурадағы математика және олардың арасында спорттағы математика. Жылдамдықтың математикасы және спорттағы жылдамдықтың мәні. Қазіргі таңда жастар арасында және де қыз бала арасында өмір сүру салтына көңіл бөлу маңызды мәселе. Әсіресе жастар мен қыздар арасында дене сымбатын сақтау арқылы салмақтан арылу үшін жаттығулар жасалады. Солардың бірі секіртпемен жаттығу. Бұл жаттығулар калорияларды қорытындылай кетсе, зерттеу барысында мен барлық мақсат міндеттеріне жеттім. Оларда атап айтқанда әдебиеттер зерттелді, яғни қызықты ақпараттар және де қызықты кітаптар, интернет ресурстарда болды. Спорттағы жылдамдықтың мәнін математика арқылы есептеу деп анықтау ретінде болды. Және де тек спорт емес, және де жеңімпаздарды да математика арқылы есептеу де анықталды. Және де дене құрылымы мен спортшылардың арасындағы байланыстар орнатылды. Және де біз спорттағы әрекеттер алгоритмі қарастырдық. Және де